Barchaga salom dostlar, sizlarмен sport жаңалықтары dostlar. Videoni basamас burun kanalga подписация болып, videoga like басуды unutpаңыздар. Сіздердің лайк басып, подписация болғандарыңыз біз үшін ең үлкен мотивация болады. Сіздерге ар күні ең соңғы жаңалықтарды жеткізіп беруге әрекеттеміз достар. Сол үшін подписация болып, лайк басуды unutpаңыздар. Сіздерден ештеңе кетпейді. Тәуекелге бармады. Белгілі боксшы Головкин мен Канело трилогиясы жайлы. Белгілі ресейлік боксшы Дмитрий Кудряшов, қазақстандық Геннадий Головкин, мексикалық Саул Канело Альвареске қарсы трилогияда тәуекелге бармағанын айтты. Екі бокс жұлдызы арасында өткен айқас болды. Алайда көптен күткен жекпе-жек тырысты өтпеді. Екеуі де трилогияның уақытынан ерте аяқталуын күш салғаны жоқ. Головкин тәуекелге барған да жоқ. Канело да аста сақтықпен жұдырықтасты. Әрине, мұндайда кез келген соққы нокаут аяқалар еді. Сондықтан ашық айқасты көрмедік. Баста белсенділігін көрсеткенде соңына дейін шаршап қалар еді. Ол негізі күшін жекпе-жеңіс соңына қарай салды, деді Кудряшов ММА берген интервьюсінде. Еске салайық, екінші орта салмақта IBF, VBS, VBA, Super va VBO белгілері сарпаққа салынып, Канело карьерасындағы екінші рет Головкинді басып алды. Минутіне 1 миллион. Мейвезер ММА спортшысы қарсы айқаста гонорарын айтты. 5 салмақта әлем чемпионы болған Флойд Мейвезер жапониялық ММА шебері Микур Аскаруға қарсы айқаста қанша ақша алатынын айтты, деп хабарлайды. Минутіне $1 миллион. Бұл жекпе-жектің шамамен 10-15 миллион ақша долларының аламын. Небәрі 9 минут үшін 20 миллион жаман емес. Бір жағынан бұл айқастың арқасынан басқа елге барып қайтам. Жалпы бокстан арқасынан әлемнің көптеген елдеріне болдым. Бұл жолда Жапонияға барып демалып қайтуға мүмкіндік туып тұр. 45 жастағы Флойд Мейвезер осымен 5-ші рет бейресми кездесу өткізді. Ол осыған дейін Конор Макгрегор, Тенсин Насуква, Логан Пол және Дон Мурмен рингте шалыққан еді. Асакура соңғы 12 жекпе-жегін Rizin промоушерінде өткізді. Жапония спортшысы биыл айқас өткізбеді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, арнаға подписация болуды ұмытпаңыздар.